13 sabah 47 bette ауа туралы. Ең алғаш ауа ол жансыз табиғаттың бір бөлігі болып табылады. Және де табиғи газдардың қоспасы. Біз ауаны көрмейміз, ауа мөлдір әрі түссіз болады. Ауаның маңызы ауа бүкіл бос кеңістікте бар, яғни осы жердегі барлығында ауа бар, және де әрбір саңылауды ауа толтырады. Оның дәмі де, иісі де жоқ, ауаны қолмен ұстай алмаймыз, және де ауа барлық тіршілік ағзасына тыныс алу үшін қажет. Яғни өсімдіктерге де, жануарларға да, адамдарға да қажет. Біз ауаны көріп тұрмыз ба қазір? Оның түсі жоқ, иә? Ал ауаның иісі бар ма? Иісі жоқ, иә. Ауа не дедік? Ауаның иісі жоқ. Иісі жоқ. Мөлдір дегеніміз иісі жоқ деген сөз. Көзге көрінбейді деген сөз. Болдық па жазып? Біз оны көрмейміз, бірақ оны сеземіз, дұрыс па? Өйткені біз естиміз, онымен дем аламыз. Сол үшін біз оны сеземіз. Ал ауа жоқ жерде біз өмір сүре аламыз ба? Жоқ, өмір сүре алмаймыз. Жер бетіндегі ауаның қозғалысы жел деп аталады. Жел соққанда ағаштар шайқалады, жапырақтар түседі. Мысалы, мына жерде қалай парашют ұшып жатыр аспанда? Ауамен көтереді. Ауаны көтерген кезде парашюттар аспанға ұшады. Ал мына жерде жел барда қалай айналады? Жел болған кезде ол айналады, иә? Біз желден солай енергия аламыз. Ал ағаштар не үшін қимылдайды? Өйткені ауа, яғни жел оларды желдетеді. Ал біз үйде, үй жағдайында фенмен шашымызды кептірген кезде ауа жүреді ме? Иә. Біз сол арқылы шашымызды кептіреміз. Ал үйде шаң сорғышпен ата-аналар үй жинаған кезде ше? Ауа сорады, иә? Сондықтан, яғни қалай екен ауаның тартқыш күші бар. Және де ауа жолды жақсы өткізеді. Ал енді тауға шыққан кезде жағымсыз ауа ма? Жағымсыз ауа ма, жағымды ауа? Көрінбейді ауа. Ауа көрінбейді, бірақ біз сеземіз ғой ауаны. Жағымды ауа ма, или жағымсыз ауа ма? Таза ауа. Ал тамақ тез келгенде? Ал егер
дәл осындай схема беремін. Ол схемада сендер толтыру керексіңдер жағымсыз ауа. Адамдар жағымсыз ауаны жасайды ма? Ауаны не ластайды? Сол туралы жазамыз, жарай ма? Боямаймыз. Суретін салсаңыз да болады, немесе жазсақ болады. Ластайтыны туралы. Мысалы, біз ауаға қоқыс тастасақ, ауа ластана ма? Иә, сол туралы жазсақ болады. Және тағы нелер? Оған адамдар қоқыс тасталады деп жаман жасауымыз мүмкін. Және тағы да ғимараттардан шыққан түтіндер ауаны ластайды. Және тағы қандай нәрсе біз ауаны ластаймыз? Машинадан шыққан түтіндер. Мусор, иә. Және тағы не? Үлкен заттар, үлкен бар ғой, сағыз жерге лақтыру. Ана жерде. Апай, ешкімге айтпай. Апай, Апай, şu çaynikte var mı anne? Қоқыс. Ғимараттың түтіні жерге төгілмеу, мусор. Иә, дұрыс. Жарайсың. Банка. Жерге мусор тастамау, төгілмеу. Апай болды. Сағызды тастамау, машинаның түтіні жаман. Бөлік түтін сағыз. Машина болды ма? Жаман ауа химиялық заттар ауаны ластайды. Мұхаммед Али болды ма? Сондықтан үйдің терезесіне 2 қабатты жақтау орнатылады. Құстар мен жануарлар денелеріндегі жылуды ауаның арқасында сақтайды. Денесіне ауа қалыпы мен мамықтың арасында болады. Яғни құстар бізге қыстап қалатын құстар бар ғой, иә? Жылы жаққа ұшпайтын құстар бар. Сол құстар қалай жаурамайды деп ойлайсыңдар? Иә, олар үрпиіп алады, қауырсындарын тұрғызып алады. Сол кезде оның ішінде ауа болады. Ауа оларды жаурамауға көмектеседі. Ауа жылуды нашар өткізеді. Түсінікті ғой, язарымызға. Ауа не істейді? Ауа не істейді екен? Жылуды нашар өткізеді. Және де ауа қандай етіп қасиеті? Түссіз. Onu sayamаймыз, көре алмаймыз. Осы ауаның қасиеттері бар. Біз ауаның қандай қасиеттері бар екенін бірге үйренеміз. Көрейік, ауа қандай қызық. Ауа көрінбейді, бірақ ол әр жерде бар. Мысалы, баллонға ауа толтырсақ, ол үлкейеді. Ауа қозғалуы мүмкін. Жел соққанда біз оны сеземіз. Шашымыз әуе арқылы қозғалады, жапырақтар ұшады. Ауа әрдайым қозғалыста. Ауа қысым жасайды. Шарды қолымызбен сығып көрейік. Шар сәл болса сығырылады, себебі ауа іште қысым жасайды. Ауаның өз көлемі бар. Баллонға ауа толтырсақ, ол үлкейеді, босатсақ кішірейеді. Демек, ауа әрдайым кеңістікті алады. Ауа жылуды өткізе алады. Мысалы, желдеткіштен жылы ауа еседі. Біз ауа арқылы жылуды сеземіз, сондықтан ол бізге қажет. Ауа жеңіл, бірақ кейде заттарды көтере алады. Мысалы, қағаз парағы немесе шар ұшып кетеді. Ауа күшін сезіну қызықты, шыққанда сеземіз. Дыбыс ауа арқылы тарайды.
Достарымыз сөйлегенде біз олардың дауысын ауа арқылы естиміз. Ауа дыбысты жеткізеді. Ауа бізге тыныс алу үшін қажет. Барлық тірі ағзалар ауаны қажет етеді. Ауа болмаса өмір болмайды. Бүгін біз ауаның қасиеттерін білдік, ол көрінбей. Балалар, сабағымыз аяқталды. Не істейміз? Орнымыздан тұрмаймыз. Тек мұқият қарап отырамыз, жарай ма? Үй жағдайында қайталамаймыз. Қазір қара, мына жерде мен майшам жағам. Бұл не бізде? Қазір мен жағам, бірақ үй жағдайында қайталамаймыз, жарай ма? Тып-тыныш қарап отырамыз. Қара балар, екі майшамды жанып тұр ғой, жанып тұр ма, көріп тұрсыңдар ма? Жоқ. Өшпейді, өшіп қалған жоқ, жанып тұр, бірақ сендер көрінбейді мынау. Қазір мен қыртып жағайын. Мен көрттім. Біреуін былай жауып қойсақ, мынаның ішіндегі уақыт өте бұл өшіп қалады. Неге? Ауа жоқ жерде от та жанбайды, көріне ма? Ауа қаншалықты көп болған сайын от солай жанады көп болып. Ал егер қара, мынау жанып тұр, мынаның ішіндегі уже өшіп қалды. Өшіп қалды, ішінде бала өзі кеуіп кетті. Түсінікті ма? Осы не үшін екенін түсіндіңдер ғой, иә? Не үшін? Өйткені біз былай бокалды жаққан кезде, бокалдың ішіндегі ауа таусылған кезде, уже бізде от сөніп қалады. Түсінікті ма? Ал енді екінші тәжірибе. Бұл тұста енді. Қара, бұның ішінде не бар қазір? Ауаның арқасында бұл не істеді? Үлкейді, иә? Қазір бұдан да қатты үлгісі үлкейді ма бұл? Үлкейді. Себебі не істейді? Ішінде ауа болады, иә? Ал егер қазір мынаны біткен кезде қандай дауыс шығып жатыр? Не істеп жатырмыз? Ауаны қазір біз сығып жатырмыз, иә? Ауа қай жаққа шығарын білмей жатыр, өйткені мына жақта біз өте тұрмыз ғой. Ауа сол үшін дауыс шығарып жатыр. Ағатын жер таппайық. Ал енді қара. Не істеді шар? Ішіндегі ауа шығып кетті, иә? Сондықтан мынау не істеді? Кішірейді бізде. Дұрыс па? Қаншаға шар? Не істедің қазір? Ауаны шығардым. Иә, ауаны шығардың. Жаңа не істедің? Ауа толтырдың ішіне, иә? Дұрыс. Бұл отырады. Адам ауасыз қанша уақыт шыдай алады? Bir ay. Bir ay шыдай аласың ба? Bir minut. Bir минут шыдай аламыз. Жаңа өздерің байқадыңдар ғой, бағасында практика жүрген. Ауаның дәмі қандай? Ауаның иісі бар ма? Жоқ. Иіссіз. Дұрыс айтасыңдар. Ауа не істейді? Отты сөндіреді, тәтті, сығылмайды, жылуды сақтайды. Және сұқты қожамыз ауаны шардың ішінде. Былай істегенде Суды сақтайды. дұрыс жылуды сақтайды, тәтті, дертке дауа дейді. Қайсысы? Қосымша ақпарат көздерінен, яғни интернеттен тауып келеміз. Жарай ма? Адам ауаның қасиетін
туралы. Ал қазір рефлексия жазамыз. Рефлексия дегенде мен сендерге қараймын, мынандай эмоция беремін, адам тұлғасын беремін. Сендер осы жерге бүгінгі сабақтан алған эмоцияларын жазуларың керек. Және сурет саласыңдар. Жақсы көңіл күй болса, фломастермен, қаламмен, ручкамен. Кейін қайта өткіземіз. Фломастер. Болса, маған өткіземіз. Сабақ ұнады ма? Отырамыз. Бопалар. Айна, бүгін сабақ қалай өтті саған? Ұнады ма? Оныңызда тұрып әке. Тұр. Барлығыңызға жетеді. Отыр, берем. Үйіңіз берем. Бүгін түсірмепті. Бұл сендердің сабаққа жақсы қатысқандарың үшін балалар.